Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Медклиник YouTube каналының көрермендері. Бүгінгі пайдалы айдаршамыз барша арулардың сүйікті гүлі раушан гүлінің емдік қасиеттері туралы айтатын боламын. Осындай қазақ тіліндегі пайдалы айдарша өзінің жалғасын тапсын десеңіздер, біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Раушан гүлінің бірінші емдік қасиеті. Раушан гүлінен бал әзірлеп алсаңыз, оны көптеген ауруларды емдеуге пайдалануға болады. Ол ағзаны нығайтады, сергітеді, созылмалы пневмония, өкпе туберкулезі ауруларына да жақсы ем. Жалпы суық тигізгеннен пайда болған аурулардың бәріне жақсы көмектеседі. Оны былайша әзірлеуге болады. 80 грамм раушан гүлінің күлтешесіне 100 мг қайнаған су құйып, баяу отта 15 минут ұстайсыз. Содан соң 24 сағат бойы тұндырып қою керек. Осы қоспаға 100 грамм бал қосып, жақсылап араластырып, бір келкі массаға айналғанша жақсылап қайнатасыз. Раушан гүліне жасалған балды сауығып кеткенше бір шай қасықтан күніне 3-4 рет ішу керек. Екінші емдік қасиеті. Көп жатып қалған науқастардың ойылған жараларын күйікті емдеу үшін раушан гүлінің кептірілген жапырағының 1 граммын 100 грамм тұздалмаған сары майға араластырып жақса, жаралар тез жазылады. Үшінші емдік қасиеті. 2 ас қасық раушан гүлі күлтешесіне 1 стакан қайнаған су құйып, 1 сағат тұндырып қоясыз. Содан соң оны сүзіп ішеді. Бұл сусын конъюнктивит, стоматит, ангина, іш қату ауруларына да жақсы көмектеседі. Осымен раушан гүлі туралы пайдалы айдаршамыз аяқталды. Егер сіздердің игіліктеріңізге жарап жатса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі тақырып қандай болмақ, ол сіздің пікіріңізге байланысты. Міндетті түрде комментарий жазып қалдырып кетіңіз. Көріскенше сау болыңыз.